Сәлем достар, біздің кино рубрикамыз жалғасын табуда. Бүгінгі ұсынатын туындымыз 2015 жылы жарық көрген Тірі қалған фильмі. Басты рөлде Хью атты ізге түсуші Хоук деген жартылай қанды баласымен, яғни шешесі үнді тайпасынан шыққан. Басқа да аңшылар сияқты түскі асқа олжа іздей бастайды. Хью бұланды байқап, көре сала мылтығымен қағып түсіреді. Аңшылар өздерінің орман тұрағына жақындай бергенде, жаушы тарап үнді тайпасы тұтқиылдан келіп шабуылдайды. Басты қаһарман Хью жараланған жолдастарын құтқарумен әлек. Соғысқан тиімсіз екенін түсініп, бригадасына тапқан олжаны тастап қашуға бұйырады, және олар оннан астам аңшылар болып қайыққа мінеді. 1-2 сағаттан соң үнділерден құтылғанын түсінген тірі қалғандар, өзен бойы көзге түсерліктей қауіпті екенін түсінген соң, жағаға тоқтап, бар мал-мүлкін алып, құрлықпен бас сауғалайды. Орман ортасымен өтерде Хью бөлінеді. Осы тұста оған алып гризли аю тап береді. Жаны арпалысқан Хью бар күшімен мылтығын алып, қақ шекесінен ата салады. Алайда аюдың беті қайтпайды. Оның үстіне ызаланып, аяусыз талап тырнап тастайды. Амалын тауып Хью шаппасын аю мойнына тығып, ауыр жағдайда аман қалады. Хьюдан алыс қалған аңшылар оны қан жоса күйінде тапады. Капитан Эндрю жарасын тігіп біраз қалпына келтіреді. Хьюге және баласы Хоукқа жек көрініш көзімен қарайтын Джон, бұл адам болмас, тастап кеткеніміз дұрыс деп серіктесіне ұсыныс тастайды. Дегенмен Эндрю жаралы аңшыны өз тобымен семпілін көтеріп бірге алып жүреді. Арада бірнеше күн өтеді. Тұзақшылар қарлы боранды тауға шығу керек болады. Жаралы Хью денесі ауырлық етеді, топты тежейді. Сол үшін капитан Эндрю шарасыздан аңшыға қарауға баласы Хоуктың қасына 2 адам қалдырады. Ал бұл адамдар өз кезегінде Хьюға соңғы демі қалғанша қарап, жерлесуге көмектескені үшін сыйақы алатын еді. Ерікті түрде жас бала Джим ешкім ойламаған жерден Джон қалғысы келеді, және солай болады. Аңшы Джон ойша Хьюді өлдіге санаған, тіпті оған алдын ала қабірде қазып қойған. Джон жаралыға жақындап тұншықтыра бастайды. Алайда араға баласы Хоук түседі. Әкесін арашалаймын деп, өзі Джонның қанжарынан қаза табады. Осының бәрі шарасыз жатқан жар дегенде жалғыз ұлынан айырылған Хьюдің тап алдында болады. Бір уақытта Джим оралады, алайда Хоукты таппайды. Джон ол із-түзсіз жоғалып кетті. Өзен жағасында жау жиі көрінеді. Одан да жанымызды аман қалдырайық. Хьюға бәрібір өмір жоқ дейді. Бұны зембілмен тассақ, өзіміз көрініп қаламыз. Ишарамен келіскен Джим, Джон екеуі жаралыны тірі күйде қабірге тастап көме салады. Артынан өздері қаша жөнеледі. Араға уақыт салып, бас кейіпкері күш алып, көмілген топырақтан шығады. Зембілге қарай жерлеп жақындап, гризли терісіне оранып, бұлан сүйегін азық қылып, аз да болса күш жинайды. Содан соң өзенге бауырлап барып, мұздай судан жұтынады, от жағып жылынады. Жарасына оқ-дәрі ұнтағын басады. Үңгірге түнеген аңшы аяққа тұруға әрекет жасайды. Қолындағы таяғымен жүруге мүмкіндік пайда болады, дегенмен әлсіз еді. Сәлден соң жауы үнді тайпасын байқап, салқын өзен суымен жүзеді. Қатты өзен ағысынан аман қалады. Жаудан қашқан мына бір тарап, Джим мен Джон капитан Эндрю лагеріне жақындай бастайды. Джим Джонның не істегенін іштей біледі. Алайда жалғыз өзі әлі келмеген соң іштен тынады. Bir кезде Джон қалай болғанын айтады. Алайда лагерде артық ауыз ашпауын бұйырады. Біліп қойса, екеуіне де кешірім болмайтынын түсіндіреді. Осылайша олар лагерге жетеді. Эндрю күтіп алады, төлемақысын береді. Масайған Джон Эндрюге сейв жайлы әңгіме қозғайды. Оның ішіндегі ақша өте көп екенін айтады. Эндрю бұл әңгіме басын қысқа қайырады. Сен онсыз да басқаларға қарағанда төлемақын сыйақың көп, болды, қоя сал дейді. Осы кезде Хью өзен жағасын тасты тұзақ құрып, балық аулай бастайды. Ұстаған балығымен ауқаттанады. Әл жинаған аңшы сапарын жалғастырады. Кеш түсті, бизон табынына шап берген қасқырларды көреді. Ол тығылып, қасқырлар кеткен соң, одан қалған жиын деп ұйғарды. Аңшы жарықты көреді, таныс емес үнді қасқырларды қуып, бизон етімен ауқаттанып отқан. Хью да қосылады, үнді тілінде ет бөлісуін сұрайды. Аш күйде тамақтанып, қалын ұйқыға кетеді. Таңда үнді Хьюдің жарақаттарын, денесінің тілімделгенін көреді. Осы уақытта басынан не өткергенін айтады. Баласын өлтіргенін, тірілей жерлегенін, бәрін айтып береді. Ал үндіде де осындай оқиға екен. Тірі қалған тайпаластарын іздеп жүрген екен. Олар бірге атқа мініп жолға шығады. Екінші күні күн борандатып, ізге түсушінің денсаулығы нашарлайды, алдыңғы жарақаттарын әсерінен. Қасында қызыл тері досы оған ағаштан шатыр құрастырып, ем-домын жасай бастайды. Осы уақыт
Дәл осы уақытта сіз бейнетаспаны тоқтатып, фильмді толығымен қарай аласыз. Себебі фильм жалғасы өте қызық. Көргілеріңіз келсе, фильм сілтемесі бейнетаспа астында. Арада күн өткен соң Хью өзін біршама жақсы сезінеді. Алайда үнді серіктесін ағашта асулы түрде табады. Еуропалық баскесерлер бұны асып қоймай, үнді тайпасы көсемнің қызын өздерінің көңілін көтеру үшін алып қашқан болатын. Орман шетіне бір тонаушы қызды алып зорлай бастайды. Осы тұста Хью ер адамды мылтықпен қорқытқаны сол еді, қыз шаппасымен зорлаушының денесін тілгілеп тастайды. Қызды құтқарып тонаушылардың лагеріне қаша жөнеледі. Оқиға орнында Хью жас аңшы Джим сыйлаған кішкене құтысын түсіп қалғанын байқамай қалады. Көсем қызымен қоштасқан аңшы от жағып сол жерге түнейді. Таң атысымен ізге түсуші оянып, үнді тайпасын байқайды. Дереу атына мініп қашады. Аман қалмасын білмеген аңшы жартастан жылқысымен бірге бірақ секіреді. Қалың боран болады. Құздан құлаған Хью тағы да қатты жараланады. Сол бойда жануардың қарнын тіліп, шек қарнын алып, ішіне жылынады. Бір жағынан жауларынан тығылады. Эндрю лагеріне манағы бұзақылардың жалғыз аман қалған соңғы адамы келеді. Не болғанын жайып салады. Сосын құтыны көрседі, орнына тамақ сұрайды. Ал жас Джим құтыны бірден таниды. Эндрю Хьюді іздеуге топ құрып, қос-қостан орманға жібереді, және олар аңшыны табады. Капитан болса арасында жүрген сатқынды Джонды іздейді. Ол тіпті бригадаға тиесілі сейфте жатқан ақшаны да жымқырып кеткен болатын. Эндрю жас баланы Джимді соққыға жыға басады. Сосын мылтығын оқтап атар тұста ойынан айниды, баланы түрмеге қамайды. Хью басты жауы Джон қашып кеткенін естиді, және ол алысқа кете алмайды деп Эндрюдан қару мен астына мінер ат сұрайды. Оны жалғыз жіберуге қорыққан Эндрю таң атысымен жолдасымен бірге Джонның артынан ізге түседі. Тау баурайына жақындаған жұп осы жерден екіге бөлініп іздейді. Бөлінгені сол еді, Эндрю Джонды емес, Джон оны бірінші тауып алыстан атып түсіреді. Мылтық дауысын естіген Хью жолдасының өлі денесін табады. Одан сайын Джонға ызасы қайнай бастайды. Қарсылас екі жылқыға көзі түседі. Біріншісінде Хью, екіншісінде өлі капитан денесін көреді. Мылтығын оқтап, біріншісін дәлеп атып түсіреді, және ол жылқысын ауып кетеді. Сатқын Джон атқан жеріне келіп қараса, ол Хью емес, оның алдын өлген, ағаш бұтағымен отырған күй қылып қойылған капитан денесі еді. Ал ізге түсуші өлі дененің рөлін ойнаған. Осы кезде Хью мен Джон бір-бірін атып жаралайды. Арада қоян қолтық ұрыс басталады. Хью балтасы мен Джонның саусағын кесіп түсіреді. Осы кезде өзен ар жақ бетінен үнді көсемі көрінеді. Қасында аңшы құтқарған қызы бар. Джон денесін үнділерге береді. Олар оны тірі күйі болған денесін пышақтап, өмірге аттандырады. Соншама жарақат алған аңшының уақыты да таяу қалды. Көзіне өмірден озып кеткен әйелі көрінеді. Осы уақытта өзі де жан тапсыратынын түсінеді. Кегін алған аңшының денесін соңғы демі шығады. Қысқаша шолу осылай. Арнаға тіркеліңіз, лүпіл басыңыз, қолдау сіздерден, ал бізден тек жақсы фильмдер күтіңіз.